Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді шалған, яғни редиска қосылған, оңай әрі тез дайын болатын жаздық салат әзірлейміз. Видеоның соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қырыққабатымызды жуып тазалап, бетіндегі осындай қатты бөліктерін алып тастап, жұқа етіп, ұзыншалап турап аламыз. Туралған капустамызды ыдысымызға салып, қолмен осылай мыжғылап жібереміз. Сол кезде сіздің капустаңыз жұмсақ, әдемі болып тұрады. Енді қызанақ пен қиярымызды тураймыз. Қызанақты екіге бөліп алып, қажет емес жерлерін алып тастап, дәл видеодағыдай етіп турап алсаңыздар болады. Енді бұл жерде мынандай ортасындағы жұмсақтарын алып тастасаңыздар да болады. Қатты жерін қалдырып, жұмсағын алып тастасаңыздар болады. Егер сізде қызанақ тым қатты сулы болса, міндетті түрде алып тастаңыздар, әйтпесе сіздің салатыңыз тым қатты сулы болатын болады. Дәл видеодағыдай етіп, осылай ұзыншалап турап аламыз. Қызанағымызды толығымен турап алғаннан кейін капустамыздың, яғни қырыққабатымыздың үстіне саламыз. Енді қиярымыздың екі шетін алып тастап, осылай ұзыншалап турап аламыз. Одан кейін көлденеңнен турап шығамыз. Енді қиярымызды да жаңағы турап алған қырыққабатымызбен қызанағымыздың үстінен салып аламыз. Енді осындай бізге 5-6 дана шалғам, яғни редиска қажет болады. Редискамызды да дәл видеодағыдай етіп, ұзыншалап турап аламыз. Көрсетілген заттардың барлығын қалауыңызша өзгертсеңіздер болады. Енді осылай барлығын турап алғаннан кейін жаңағы қиярымыздың үстінен саламыз. Енді аскөк пен көк пиязымызды турап, оларды да салып аламыз. Қалауыңызша басқа да көкшөптерден қоссаңыздар болады. Аскөк пен пиязымызды турап алдық. Енді көкөністеріміздің үстінен саламыз. Енді үстінен тұзымызды қосамыз. Және де мен майонез қостым. Егер майонезді қолданбайтын болсаңыз, онда зәйтүн майын және де лимон шырынын қоссаңыздар болады. Егер зәйтүн майы болмаса, онда жай ғана үйдегі күнбағыс майын қолдансаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Жақсылап араластырамыз. Осымен біздің жаздық, оңай әрі жеңіл салатымыз дайын. Тарелкамызға салып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жеңіл, оңай осындай салатты сіздер жақындарыңызға жасап қуантыңыздар. Сіздерге видео рецепт ұнады деген ойдамын. Алдағы шығатын жаңа әрі қызықты рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар менің каналымнан басқа да қызықты салаттардың рецептісін көре аласыздар. Сіздермен болған арайлым, баршаңызға рахмет.